Сәлеметсіздер ме балалар? Біздер бүгін 131 сабақты өтетін боламыз. Алдымен балалар біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі сан есімдер. Бүгінгі сабақта мәтін мазмұны бойынша сұрақ қоямыз және жауап береміз. Сонымен қатар хабарландыру жазамыз. 44-ші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Алматы облысы Есік қаласынан табылған алтын адам бейнесі дүние жүзін таң қалдырды. Қорғанға сақтың жас көсемі жерленген. Оның тәжінен бастап аяқ киіміне дейін жылқы, барыс, таутеке, арқар және түрлі құстарды бейнелейтін 4000 алтын әшекей қадалған. Бас киімнің алдыңғы жағына 4 алтын жебе салынған. Енді балалар тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма, мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар дейді. Бірінші сұрақ, алтын адам бейнесі қай қаладан табылған? Екінші сұрақ, қорғанға кім жерленген? Алтын адамның киімінде қанша әшекей қадалған? Алтын адамның киіміндегі әшекейлер қандай металдан жасалған? Бас киімнің алдыңғы жағына не салынған? Келесі тапсырма, балалар, мәтіннен сан есімдерді тап, олардың дара күрделі екенін ажырат дейді. Бұл жерде бізде 4000 деген сан есім бар, ол күрделі сан есім, және 4 деген сан есім бар, ол дара сан есім деп жазып қойыңыздар. Келесі балалар, 45-ші жаттығу. Хабарландыруды оқып, оның дұрыс жазылмағанын дәлелде дейді. Хабарландыруды оқимыз. Сәуірдің 21 күні оқушылармен ұлттық мұражайға саяхат жасалады. Мұражайға кіру ақылы. Балалар, дәлелдеу барысында төмендегі сұрақтарды басшылыққа ал дейді. Сұрақтар: хабарландыру кімге арналған? Хабарландыруда не туралы жазылған? Саяхаттаудың уақыты, орны нақты жазылған ба? Хабарландыруды жазған кім? Балалар, хабарландыруға мұқият қарайтын болсақ, ол жерде саяхаттың болатын уақыты жазылмаған, нақты уақыты жазылмаған, және кім жазған туралы жазылмаған. Сонымен бірге кіру ақылы дейді. Демек, нақты бағасы жазылмаған. Демек, бұл хабарландыруды нақтылық толық жоқ, Мысалы, бұл хабарландыруды былай жазуға болатын еді. Құрметті оқушылар, сәуірдің 21 күні сағат 15:00-де ұлттық мұражайға саяхат жасалады. Мұражайға кіру ақылы. Бағасы 200 теңге. Мектеп әкімшілігі деп жазып қоюға болады. Балалар, хабарландыруда сан есімнің қай түрін қолдандың дейді. Бұл жерде бізде 21 күні деген 21 деген сан есім тұр. Бұл күрделі сан есім. 15:00-де айттық, Ол да күрделі сан есім. Бағасы 200 дедік. Ол да күрделі сан есім. Келесі 46-шы жаттығу, үлгі бойынша өзін хабарландыру жазып көр дейді. Үлгі: құрметті оқушылар, ертең 14 наурыз күні сағат 15:00-де мектептің акт залында кімнің мекені жақсы ертегісі бойынша қойылым болады. Кіру тегін, мектеп әкімшілігі. Енді балалар осы үлгі бойынша хабарландыру жазып көреміз. Мысалы, құрметті ауыл тұрғындары, ертең 15 наурыз күні сағат 17:00-де ауылымыздың мәдениет сарайында Роза Рымбаеваның «Шақырады көктем» атты концерті өтеді. Кіру ақылы, билет бағасы 2000 теңге. Мәдениет үйі әкімшілігі деп жазып қоюға болады, Келесі балалар, 47-ші жаттығу, жұмбақты оқып шешуін тап. Бірін-бірі қоштаған, бір үйден көрдім 42 дос жаран дейді. Бұл жұмбақтың жауабы 42 әріп. Енді жұмбақтағы сан есімдердің дара күрделі екенін ажырат дейді. Бұл жерде бізде 1 деген дара сан есім және 42 деген күрделі сан есім бар. 48-ші жаттығу, сурет бойынша әңгіме құрастыр дейді. Балалар, суретке мұқият қараймыз. Әңгіменің тақырыбын орманда деп қоямыз, Көктем келді, Әсет, ұлан үшеуміз орманға саңырауқұлақ теруге бардық. Орманның ішінде ағаштар мен гүлдердің иісі аңқып тұр. Жауыннан кейін саңырауқұлақ көп болады, дейтін әжем. Қолымызға бір себет алып барып едік. Біз ойлағаннан да көп екен. Себетімізге 50-60 саңырауқұлақ сыйып кетті. Үйімізге олжалы оралғанымызға қуандық.
Балалар, біздер сан есімдерді өтіп жатқандықтан әңгімеміздің ішіне сан есімдерді кірістірдік. Мысалы, бұл жерде үшеу деген, үш және бір деген дара сан есімдер және 50-60 деген күрделі сан есімді кірістірдік. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.